Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге мен Ақниет Нұрланұлы. Бүгін Тараз қаласындағы Ауыл-Береке базарына келіп тұрмыз. Бүгін осы базардағы строительный материалдың бағасын түсіретін боламын. Жалпы шипір, тақтай, шеге барлығымен таныстыратын боламын. Олай болса кеттік, біз видеомызды бастаймыз. Профнастилдар жасыл 10 мың теңге. Үстіде тұрған қоңыр 7,5 мың теңге. Одан кейінгі мынау қалың, бұл 15 мың теңге. Мынау жаңа көрсеткен жұқа шифр 5800 теңге. Одан кейінгі мынау жасыл шифр, бұл 8,5 мың теңге. Одан кейінгі мынау ең қалың шифр 15.500 теңге. Одан кейінгі мынау шифр 8,5 мың, бұл жасыл шифр. Мынау сияқты жасыл шифр, бұл барлығы 6 метр. Цемент шифрлар 1600 теңгеден. Екі түрі бар, 1650-ден и 1600-ден. Скобалар 40-тан 45-тен штуга. Одан кейін шегелерге келсек, 150-лік, 120-лық барлық шегелердің бағасы 600 теңгеден екен. Киласы мына жерде міне номерлер жазылып тұр. 100-дік, одан кейінгі 90-дық, 80-дік солай кете береді. 60-қа дейінгі шегелер 600 теңге килограммы. Одан кейінгі 50-лік шеге, бұның киласы 700 теңге екен. Одан кейінгі майда шеге, оның киласы 950 теңге. Шифрға арналған шеге 950. Сым темірлер 650 теңгеден килограммы, жіңішкесі болсын, жуаны болсын, барлығы 650 теңгеден екен. 5-5 рекілер метрі 300 теңгеден. Ұзындығы 6 метр. 18-5 тақтайлар 6000 теңгеден. Қазір артып әкетіп жатыр. 6000 теңгеден 6 метр. 15-5 тақтайлар 5200 теңгеден 6 метр ұзындығы. 10-10 ағаштар ұзындығы 6 метр 7,5 мың теңгеден. 12-лік арматура метрі 450 теңгеден. 3,5 мыңнан метрі, біреусі 18 мың теңге болады. Бұлай жуандығы 8 сантиметр деме болады. Бұлай 8, бұлай 8 квадрат. 18-дік трубалар метрі 1,5 теңгеден. 4-2 трубалар метрі 800-ден, жұқасы 700 теңгеден. 18-дік арматура 850-ден метрі, 16-лығы 750-ден. Пятерка арзаны метрі 900-ден. 10-10 труба метрі 4 мыңнан, арзаны 3,5 мыңнан. 6-4 трубалар 1900 теңге, орташасы жұқасы 1600 теңге. Базарда болгаркілер ураган 14 мың теңге, краун 16 мың теңге. 180-дік болгаркілер стройкаға қажет болып бұларда. Қазақстандық қара қағаз 1,5 теңге, ені 1 метр, ұзындығы 15 метр. Одан кейін әшітте российский бар екен, бұл 2000 теңге, бұның ұзындығы да дәл солай 15 метр, ені 1 метр. Тепловод 4,5 мың теңге, 12 метр. Потолыққа төсегенге сіне. 6-лық шуруп шифрға арналған, бағасы 800 теңге.
Penaplex бағасы 9,5 мың, бір пачкасы, двойка, тройкасы бар екен, ол да бағасы 9,5 мың пачкасы. USB-лар қалыңдығы міне осылай, бағасы штугы 7 мың теңге. Стенный гипсокартондар 1800 теңге. Потолочный гипсокартон 1600 теңге. Теплород фольга бір рулоны 3,5 мың теңгеден. ДСП 15 мың теңге. Қалыңдығы міне осындай. Ұзындығы 4 метр. Жаңа көрсеткен российский қара қағаздар мына жерде 1900 теңгеден екен, бір рулоны 1900-ға да табуға болады екен. Обойлар төбесінде бағалар жазылып тұр. Бір рулоны осы төбедегі бағамын, бір рулоны 2,5 мың теңге. Міне әрқайсының төбесінде бағасы жазылып тұр. 11 мың қымбаттары. Одан кейін осылай кете береді. Бағаларын өздеріңіз қарап шығыңыздар. Мынандай бұрыштықтар обойдан кейін жапсырылатын. Әрқалай бағасы 450-ден бар, 500-ден бар, 300 теңгеден 700 теңгеге дейінгі аралықта осындай бұрыштықтар бар екен. Міне достар, осымен менің видеом өз соңына келіп жетті. Бүгін осы Ауылберке базарындағы жалпы строительный материалдың бағасын түсірдім. Ең керекті дегендерін түсірдім деп ойлаймын. Бірдеңе соғамын деп жоспарлап жүргендер болса, пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылып, қазақ тілді арнаны қолдай отырыңыздар. Алда тағы қызықты әрі пайдалы видеолар болады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.